10-ның 11-ші есебін шығаратын болсақ, бірінші біз не істейміз? Қысқартып аламыз. Егер қысқартпайтын болса, онда көбейтіп алайық. Мына жерде бөлшектегі екі есепті бір-біріне көбейтеміз. Яғни 3-ке 1-ді, 2-ге 4-ді. 1 3 3 болады, 2 4 8. А квадрат, b-ның 4 дәрежесі және x. Енді мына жерде берілген мәндерді орнына қоямыз. Яғни астына жазайын де сыймайды. 3 бөлінген 8 дейін a-ның орнында 2 бар екен. 2-ның 2 дәрежесі, b-ның орнында 1 бар, 1-дің 4 дәрежесі және x-тің орнында 1 бөлінген 2 бар. Тең. Енді жазайық, 3 бөлінген 8, 2-ның 2 дәрежесі 4-ке тең, 1-дің 4 дәрежесі ол 1-ге тең жазбай қойым, 1 бөлінген 2. Енді мына жерде. Яғни бөлшектің алымында 3 4-ім 12 болады, 12-ні 1-ге бөлсек 1 болады, 2 8-ім 16. Екеуін де қысқартып жіберейік. Яғни екеуін де 4-ге қысқартатын болсақ, бөлшектің алымында 12-ні 4-ге бөлсек 3 болады, 16-ны 4-ге бөлсек 4 болады. Осылай қалдырсақ болады. Келесі екінші есебімізде -4 a квадрат, b квадрат және с квадрат көбейтілген 6, a-ның 4 дәрежесі, с-ның 3 дәрежесі. Бірінші ықшамдап алайық. Одан кейін орнына тиісті мәндерді қоямыз. 6 4 24, минус көбейтілгенде минус болады. 6 4 24, a негіздері бірде болғанда көбейту жағдайда дәрежелер қосылады. 2-ге 4-ті қосамыз 6 болады. b-да b-ның 2 дәрежесі қалпынша, с-да 2-ге 3-ті қосамыз 5 болады. Тең. Минус 24, a-ның 6 дәрежесі, яғни бұл жерде 1-дің 6 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, оны қояйын ба, қоймайын ба? Яғни жарайды, сіздерге түсінікті болу үшін қояйын. 1 көбейтілген 1-дің 6 дәрежесі. b 1 бөлінген 4-ке тең екен. 1 бөлінген 4-дің квадрат деп қояйық. Және с 2-ге тең. 2-ның 5 дәрежесі болады. Енді минус 24-ті жазып қояйын. 1-дің 6 дәрежесі ол 1-ге тең жазып керек емес. 1-дің 2 дәрежесі ол 1-ге тең тағы да. 4-дің 2 дәрежесі 4 4 16. Және де 2-ның 5 дәрежесі. 2-ның 4 дәрежесі 16-ға тең, 5 дәрежесі 32-ге тең. 2-ның 5 дәрежесі 32-ге тең. Яғни, енді 16 мен 32-ні қысқартып жіберсек болады. Сонда 2 қалады мұнда. Екеуін бір-біріне қысқартайық. Мұнда 2 қалады. 2-ні 24-ге көйсек, 2 4-іміз 8, 2 2-ім 4. Минус таңба болады. Яғни, бұл есебімізде 48, минус 48 деген сан шықты. Келесі үшінші есебіміз шығарайық. 2 бөлінген 5, x-тің 3 дәрежесі, y-тің квадраты және де z көбейтілген 7,5, x және z-тің 4 дәрежесі. Бірінші ықшамдап аламыз. Не жерде көріп тұрғандарыңыздай, 2-ні 5-ке бөлетін болсақ, 0,4 деген сан шығады. Осыны мына санмен көбейтетін болсақ, онда 3 деген сан шығады. Мен бірден жаза салайын. 3, енді x-імізде 3-ке 1-ді қосамыз 4 болады. Y-імізде 2-ні қалпынша жазам. Z 5 дәреже. Енді орнына тиісті мәндерді қоямыз. Яғни, мына жерде тиісті мәндерді қоямыз. 3 көбейтілген x-іміздің орнында минус 2 бар екен. Минус 2-ның 4 дәрежесі көбейтілген y-іміздің орнында минус 1 бар. Минус 1-дің 2 дәрежесі z-тің орнында минус 0,5-дің 5 дәрежесі тең. Енді міне жерде 2-ның 4 дәрежесі ол плюс 16-ға тең болады. 16-ны жазып қойын.
1-дің 2 дәрежесі ол 1-ге тең болады. 16-ны 1-мен көбейтсек 1 болады, оны қалдырамыз. Және де 0,5-тің 5 дәрежесі ол минус болады. Минус болады 0,3, мынау 0 саны 125-ке. Енді екеуін көбейтеміз 16-ға. 16-ға көбейтетін болсақ 0,5 деген сан шығады, минус 0,5. Яғни үшінші есебімізде осындай мән шықты. Енді соңғы төртінші есебімізде минус 25 n квадрат m 2 дәрежесі көбейтілген 0,16, n-нің 5 дәрежесі, m-нің 7 дәрежесі. Бірінші ықшамдап алайық. 25-ті 0,16-ға көбейтеміз. Яғни көбейткен кезде 4 деген бүтін сан шығады. Оны екеуін бір-біріне көбейткен кезде 4 деген бүтін сан шығады, минус 4. Енді n-іміз 2-ге 5-ті қосамыз 7 болады. m 7-ге 2-ні қосамыз 9 болады. Тең деп қойын. n-нің орнында минус 4 көбейтілген n-нің орнында 0,1-дің 7 дәрежесі бар. m-нің орнында 10-ның 9 дәрежесі бар. Тең. Енді мына есепте бірден ауызша есептей салатын болсақ, яғни не жерде көріп тұрғандарыңыздай, біз алдында стандарт туралы санда есеп еткен болатынбыз, Бұл жерде 0,4 дәреже болса, яғни 3 0 қойып береміз 1. Келесі 10-ның 9 дәрежесі дегеніміз, яғни 10-ның 10-нан кейінгі сан 9 0 болу керек. Енді осылардың барлығын бір-бірлеріне мен жартысын жазған жоқпын. Бір-біріне көбейтетін болсақ, 400.000 деген сан шығады екен. Бірден жауабын қой салайын. 400.000. Не жерде минус таңбамызды ұмытпаймыз.